Ассалаумағалейкум достар. Достар, мына Иран елі қалай бұл соғысқа дайындалған, мықты дайындалған, сұмдық кәдімгі. Жалғыз өзі қаншама елдерге төтеп беріп отыр. Экономикасы құлдыраса да, санкция алған ел болса да, қалай дайындалған, мықты дайындалған. Алдында ютубтан көрдім, бір кісі айтады, Шам елі, яғни Шам еліне, бана Ирак, Иран солар жатады екен. Солар 50 жыл тыныш өмір сүрмеген екен. Көргендер кілең соғыс. Соғыс бітеді, енді дамып кетеді, қайтып соғыс басталады. Иран бұл соғысқа 20 жыл дайындалған, алдын ала білген Америкамен, Израильмен соғысатыны. Дайындалған, 20 жыл дайындалған, мықты дайындалған. Ал біздерше, Қазақстан, егемендік алғанымызға неше жыл болды? 33 жыл ма, 34 жыл ма? Біз неге дайынбыз? Және 33 жыл, 34 жылдың ішінде не істедік? Не істедік? Асфальт төсегенге мәзбіз, асфальт төсеген құрлы, асфальттың екі шетін жеп, астын жеп, берекетті алдыңдар, ұрлап, тонап. Төсеген құрлы бір-екі сезоннан кейін шұрық тесік болып қалады. Мұны элементарны, Қожақаев көшесі. Неше жыл болды? Әлі салып жатсыңдар. Әлі шұрық тесігімен тұрыс өйтіп. Әлі салып жатыр. Сұмдық қой анау. Бір көшеге төсемей кетеді. Төсесе де жарсын қалдырып кетеді. Ұят айту деген. Сөзім жоқ. 34 жылдың ішінде не істедік та? Каспий голд шығардық. Каспий электронный перевод. Шығарған құрлы, оны ертең тексеріп берекетті алайын деп отырсыздар. Халықты кредитпен штрафқа батырдыңдар. Сергекті толтырдыңыздар. Сұмдық қой бұл. Ал балдарымызды әскерге жібереміз. Өздеріңіз біліп отырсыздар. Әскерден қалай келетіні. Мүгедек болып келеді, келсе әлде сүйе келеді. Сұмдық қой.